Саламатсың ба, Өмір? Екеуміз қазір үй жағдайында дыбыстарды қалай қою керек екенін мен саған көрсетіп берейін. Сен бір үйге барғасын, мамаңмен, ағаңмен бірге істейсің. Айнаға қараймыз. Айнаға қараймыз. Кәдімгі аузыңды көрсетші ме? Қайда аузың сен? Қайсы аузың? Тілің қайда? Қолың салма аузыңа. Аузыңа салма. Енді қара. Мен қазір саған айтам. Мен жасайын, қазір сен маған қарап отырасың. Келесі менде көміп бірге жасайын. Жарай ма? Үміт қара. Қара. Қазір аузын Т дыбысын қалай қою керек? Т дыбысын біз қалай айтамыз? Т дыбысын айта алмасақ, қандай жаттығулар жасаймыз? Қарай оны. Міне, аузыңды ашасың бірінші жаттығу. Сосын тіліңді екі жаққа, оңға, солға қозғаймыз. Қара. Жақсы. Бұл деген тіс тазалау деген жаттығу. Келесі жаттығуымыз, құрбақа. Міне, аузымыз, тіліміз, тісімізді көрсетпейміз. Ернімізді бір-біріне қосамыз да, жымиямыз сәл ғана. Қарай оны. Келесі жаттығуымыз шарбақ деп аталады. Ол қара міне тісімізді үміт қара. Келесі жаттығуымыз шарбақ деп аталады. Қолын салма аузыңа. Қара. Міне, тісіңді көрсетші қане үміт. Не дұрыс міне. Бұл шарбақ деп аталатын жаттығу. Келесі жаттығуымыз тоқылдақ деп аталады. Қара. Міне, тісімізді тақаймыз да, Д. Міне, айтамыз бірге. Д. Үміт, айтамыз бірге. Д. Жақсы. Айтқым келмей отыр ма? Жақсы. Келесі жаттығуымыз, қара. Т, Т, Т. Енді осы жасаған жаттығуларды бәрін жинақтап, соны машықтандырамыз. Ол бұлай қара. Т, 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 Т. Немесе та, ту, та, ту, та, ту. Жақсы. Өте жақсы. Міне осыны үйден бірнеше рет жасасам, сен жақсы сөйлейтін боласың. Сау бол. Айнаға да сау бол.